Ассалаумағалейкум, қазақ елі, каналымызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кейіннен тарап, қажеттілерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабаттауларының қабырғаларына тиісін, бізге қосылыңыздар, біз сізге ең жақсысын жеткізуді жалғастырамыз. Ал ендеше бастадық. Министр қандай жағдайда зейнетақы көтерілетінін айтты. Вице-премьер еңбек және халықты қорғау министрі Тамара Дүйсенова жыл соңына дейін зейнетақы тағы көтеріле ме деген сұраққа жауап берді. Бұл инфляция дәлізіне байланысты. Қазір ұлттық банк маусым айында инфляция 15%-ға болатынын айтты. Сол себепті инфляция деңгейіне қараймыз деп жауап берді Дүйсенова үкімет құруларында. Министр биыл қаңтар айынан бастап елімізде базалық зейнетақы төлемі өскенін атап өтті. Базалық зейнетақысы аз болған азаматтардың төлемі 21%-ға артты. Орташа көлемде алатындардың зейнетақысы осыдан сәл төмен, ал жоғарғы зейнетақы алатындарға 8,5%-ға көтеріледі дейді ол. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір лайк кемесін басып кетулеріңізді сұраймыз.